Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге көрнекіліктің 3-ші сабағы пазл жасаудың жолын көрсететін боламын. Ол үшін сіздер презентация өздеріңізге жасап аласыздар және сол жерге керекті суреттеріңізді қоясыздар. Мен мысалы осындай 1-2 сурет қойдым. Енді ары қарай пазлды қалай жасау керектігін үйреніп алыңыздар. Googleға немесе Яндекс.Поискқа пазл шаблон деп жазамыз. Кез келген өзіңізге ұнаған шаблонды таңдап аласыз. Және ол шаблонды өзіңізге сохранить етіп аласыз. Жүктеп алуыңыз керек. Менде жүктелген. Одан кейін жүктелгеннен кейін удалить фон деген батырманы басып, өзіңізге керекті сайт таңдап аласыз. Мен Photor.com деген арқылы удалить етем. Басқа да 1-2 немен удалить етем, если жаңағы несі бітіп қалса, бесплатный нұсқасы бітіп қалса, тегін нұсқасы. Енді Photor деген сайтқа кірді. Отправить изображение. Таңдап аламын суретімді. Міне қазір скачать деген батырманы басамыз. Дайындалып жатыр. Скачать. Жүктелді. Енді қайтадан келіп презентацияға кіреміз. Вставкаға кіріп, сол шаблонды таңдап аламыз. Міне бізде бұл шаблон дайын. Суретіміздің үстіне дұрыстап алып кеп қоюымыз қажет. Осылай жасауларыңызға болады. Енді екінші версиясы, вставкаға кіреміз. Рисунки. Мысалы жаңағы шаблонды таңдап алып келеміз да, удалить фонсыз просто шаблонды таңдап алып келеміз. Одан кейін форматтың ішіне кіріп, цвет деген батырманы басасыз. Установить прозрачный цвет. Үстін бассаңыздар, осы прозрачный болып шығады. Осыны қиып, пазл ретінде балаларға ұсынуға болады. Міне пазлдың осындай жасалу 2 жолы бар. Осындай сайттан алып, удалить етіп алып, фонын жасауға болады. Немесе форматқа кіріп, цветке кіріп, прозрачный цветті таңдап қоюға болады. Немесе осындай создать пазл деп, яғни арнайы платформалар бар. Осы платформалардың кейбіреуі тегін. Осы платформалар арқылы дайындауларыңызға болады. Яғни ол жерде сіздерге дайындап береді. Содан кейін сіздер оны распечатать етіп, қиып оқушыларға ұсына аласыздар. Өздеріңіз отырып, осы сайттарға кіріп, қарауларыңызға болады. Видео түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Баршаңызға сәттілік, лайк, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дара KZ.